Сұрақ: ислам құқығында уақыт берілген нәрсені қандай да жағдайда болмасын сату немесе сатып алу дұрыс па дейді. Жауап: ислам құқығында қандай жағдайда болмасын уақыт берілген нәрсені сату немесе сатып алу дұрыс емес. Хадисте бұған тыйым салынған сияқты, үмметтің ижмасы да бұған тыйым салған. Үмметтің ижмасы деген Құранды шариғаттағы дәлелдер бар, қатғи дәлелдер деген Құран, сүннет, ижма, қияс дейді. Сонда үмметтің ижмағы деген ғұламалар бір ауызды келісім бойынша бұл тыйым салынған дейді. Яғни сатып алу, сату немесе сатып алу дейді. Сыйға беру де сол сияқты. Бұл жөнінде келіспеушіліктер, ихтилаф жоқ дейді. Абдулла ибн Омар, оның әкесі Омар радиаллаху анху, екінші халифа болған кісі. Сол кісі риуаят етеді деген. Хайбар жерлерінен оның үлесіне, әкесінің үлесіне егістік жер тиді дейді. Құрма бағы дейді. Ол Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям барып, осы мәселеге байланысты пайғамбарымызбен кеңес жасап: "Я Алланың елшісі, Хайбар жерлерінен менің үлесіме егістік құрма бағы жер тиді. Бүгінге дейін бұдан да құнды нәрсе қолыма тимеген еді. Бұл туралы не айтасыз?" деп сұрады дейді. Хазірет пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Егер қаласаң оны қорғап, яғни сақтап тұрып, уақып етіп садақа жасарсың" деді дейді. Нәтижесінде Хазірет Омар сатпастан, сыйлыққа берместен, мирасқа қалдырмастан садақа етті дейді. Кедейлерге, еркіндікке шығу мақсатында қожайындарымен келісімшартқа отырған құлдарға дейді. Ол кездерде құлдар болған, артынан исламда ол не жойылды ғой. Сол құлдар барып өздерінің қожайындарымен келіссе, олар бас еркіндігін сол жаңағы қаражатын төлеп берген екен ол. Алла жолында жүргендерге, мужахидтерге дейді. Яғни сол кездерде ислам ашу нелер болған, жорықтары сол жерлерге, мужахидтерге, жолаушыларға, қонақтарға беру шартымен уақып етті дейді. Оған бақылаушы адамның оны қолдануына ешқандай зиян жоқ. Яғни уақытты бір адамға бақылатып қойса, сол жаңағы уақыттың ішінен көп жерлерде оннан бірі дейді. 10% деген сияқты ол кісінің үлесі болған дейді. Еңбек алушы, мүтәвәли. Тек қана оның игілігіне өтіз алмайды дейді. Тирмизиде бұл хадис келіп тұр да. Оның өзінің жеке мүлкі болып кетпейді жаңағы мүтәвәлидің.